Халық әртісі, танымал әнші Мақпал Жүнісова туған күнін жақындарының ортасында атап өтті. Бұл туралы Politico.kz сайты хабарлайды. Мерекелік кеште әншінің қызы Мерей Заманбек қызы анасына гүл шоғын ұсынып, жүрек жарды тілегін арнады. Анасына деген шексіз махаббатын білдірген Мерейдің сөздері көпшіліктің көңілін толқытты. Жаным, мамам, әрдайым сенің жаныңдамын. Сен де менің қасымда бола берші. Ертең Алла қаласа, мен де тұрмысқа шығып, бала сүйсем, соның бәріне куә болып жүр. Немереңді құшағыңа алып, қасында әдемі әжесі болып жүрсең, мен үшін ең үлкен бақыт сол. Сені қатты жақсы көремін. Маған сендей ана берген Аллаға мың алғыс, деді ол. Желі қолданушылары Мерейдің анасына деген құрметі мен тәрбиесіне тәнті болып, жылы пікірлерін жарыса жазды. Мерейдің тілегі қабыл болсын. Алла армандарыңды орындасын. Ана мен қыздың арасындағы байланыс қандай керемет, деп жазды оқырмандар. Құрметті көрермендер, Мақпал Жүнісованың туған күнінде қызы Мерейдің айтқан тілегі ана мен баланың арасындағы шынайы байланысты көрсететін әсерлі сәт екен. Бұндай ашық әрі жылы сөздер кез келген ата-ана үшін үлкен қуаныш екені сөзсіз. Қоғамда танымал адамдардың отбасылық қарым-қатынасы жиі назарға ілінеді. Ал бұл жағдайда көпшілік олардың арасындағы сыйластықты, тәрбиені және рухани жақындықты көріп отыр. Мерейдің анасына деген алғысы мен ізгі тілегі жас ұрпаққа үлгі боларлық дүние деп ойлаймын. Сонымен қатар бұл жағдайды әсірелемей, қарапайым отбасылық қуаныш ретінде қабылдаған дұрыс шығар. Әр отбасының өзінің ішкі әлемі, өзара қарым-қатынасы бар. Ал мұндай сәттердің жария болуы кейде адамдарға жылулық сыйлайды. Желі қолданушыларының оң пікір білдіруі де қоғамда отбасылық құндылықтарға деген сұраныстың бар екенін аңғартады. Дегенмен, бастысы көпшіліктің бағасы емес, ана мен қыздың өзара шынайы сезімі мен қолдауы. Осындай қарапайым, бірақ мәнді сәттер адамдарды жақсылыққа жетелейді деп ойлаймын. Мақпал әпкемізді туған күнімен құттықтаймын. Барлық жақсылықты тілеймін.